Мінекей біздің Көкшетаудың адамдары білет. Бұл еттің дәмін, аққайынға жасалынған, ысталынған еттің дәмін біздің Көкшетау білет. Көрдіңіздер ме? Қандай күшті. Көкшетаудың еті деген ой. Міне. Көрдіңіздер ме? Ақырын осылай ысқа жағып қоясыздар, қатты жалындатпайсыздар. Ақырын өзі ысталып тұратын болады. Дәмі деген енді айта алмаймын сіздерге. Сөз жоқ ол дәміне. Сүрлеу ғой, сүрлеу, етті сүрлеу батырмыз мінекей, жаңа каптитіп батыр деген кезде түсінбей жатсыздар ма? Сүрлеу батырмыз, ақ қайынға, міне мынандай ақ қайын отындарға мен 2 қап, 3 қап алып келгем. Қай күні Көкшетауға барғанда үйден. Көрдіңіздер ма? Етім қып-қызыл болды мінекей. Биыл кішкене сондай немес, семіз емес, сондай бір тай сойып алғанбыз. Керемет семірті өлтірді кесін. Сол тайдың еті ғой, кішірек мүшелері. Осылай мінекей ысқа, ақ қайынға ысқа осылай ыстап аламыз. Көрдіңіздер ме? Сонда жаңағы жегенде мынау ақ қайынның түтініне ысталған нені көрсеңіздер, иісін, дәмін көрсеңіздер, ой. Көрдіңіздер ме? Қалай күшті міне сүрленіп жатыр. Тамаша. Мен осыны жаңағы асығып істеймін ғой. Осыны жаңағы істегім келіп, ертең мынадан бір кусогын жаңағы 5 бармағыңызға салып жеретін болсаңыз, бүкіл сорпаның дәмін кіргізеді ғой.